Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Арнама қош келдіңіздер. Сіздердің сұрауларыңыз бойынша тағы да бір жаңа әңгімені ұсынғым келіп отыр. Қалдырған пікірлеріңіз үшін үлкен алғыс айтамын. Анашым, мені мектепке тастап кетіп қалмаңызшы. Күтіп жүріңізші мені, дейді кішкентай ақ сары келген томпақ бет бала. Жарайды балам, кетпеймін. Сабағыңды беспен оқы. Зейінің ашылсын, құлыным, деп Меруерт баласының бетінен сүйіп, сынып бөлмесіне кіргізіп жіберді. Бұл сары бала Құралбек пен Меруерттің кенжесі Асхат еді. Мектеп табалдырығын аттап, ата-анасының көз қуанышы болып жүр. Меруерт баласын күнде мектепке апарып, өзі алып қайтып жүреді. Мектеп пен үй арасы әжептәуір жер. Екеуі мектепке жеткенше санама қайтып, білетін тақпақтарын тізбектеп айтып шығады. Баласының талабына сүйсінген ана сабақ аяқталғанша күтеді. Осылай күндер зымырап өтіп жатыр. Асхат бастауыш сыныппен қоштасар сәтте келді. Өзімен бір сыныпта оқитын Алима деген тәмпіш мұрын қызбен ойнаған бұған ұнайды. Бірінші сыныпқа келгенде сол тәмпіш мұрынның қасына апай отырғызып еді. Содан бері екеуі сабақты жарысып оқып, одан қалса жарыстарға да ылғи бірге барады. Асхат үшін осы тәмпіш мұрыннан асқан көркем қыз жоқ. Кіп-кішкентай болып алып, ұнатуды біледі ғой өзі тағы. Ондайда бұл қыз да тәмпіш мұрын одан сайын шүйіреді дейсің. Бастауышпен қоштасып, жоғары сыныпқа аяқ басқалы, Асхаттың тілеуі осы Алиманың қасына отыру еді. Жаңадан алған сынып жетекшісіне Алимамен бірге отырғыңызшы деп айтуға бір-екі рет оқталып еді. Бір жағынан ұят санады. Апай дұрыс түсінбей қалып жүрер деп ойлады. Сабақ басталғаннан кейін Алиманың айналасынан шықпай, үнемі қасынан табылып жүр. Алима да баяғыдай тәмпіш мұрнын шүйіруін қояр емес. Мектепте болатын жарыстар, өнер сайыстарына үзбей қатысуды әдетке айналдырған Асхат осы Алиманың көзіне түсу үшін барын салады. Алима да одан қалысар емес. Асхаттың Алиманы ұнататын бүкіл сыныптастары, тіпті сабақ беретін мұғалімдеріне дейін біледі. Өйткені Асхатта шынайы бала махаббат болатын. Қолына 2 кәмпит түссе, біреуін Алимаға әкеп беруге асығады. Арада жылдар өтіп 9-ға аяқ басқанда, Асхаттың бала жүрегіндегі Алимаға деген сезімі де біршама ұлғайып қалған. Күзгі балдан кейінгі би кешінен кейін Асхат Алиманы шығарып салғысы келетін. Күндіз сабаққа келгенде айтып қойған болатын. Алима оны әдеттегі әуені ғой деп қабылдаған. Кеш аяқталып барлығы тарай бастады. Алима сені шығарып салайын деді. Жоқ Асхат, өзің қайта бер, мен қыздармен қайтамын. Мен де апамның үйіне барамын, жолымыз бір ғой, жүр бірге қайтайық деп Асхат тұрып алды. Осыдан 3 күн бұрын сыныптасы Дамирден бір сыбыс естіп еді. Анауыншыдағы Айдын Алимаға сөз салғалы жүр екен. Бір-екі рет Алиманы үйіне жеткізіп салыпты деген сөзден кейін Асхаттың мазасы қашты. Көз алдында сүйген біреу жетектеп кетпекші. Қалайда алдын алу керек деп ойлаған Асхат осы жолы үлгеріп қалуды ойлап жүрген. Мына қырсық қызда көнер емес, не болса да ақырын күтті. Бір кезде күткен Айдын да бой көрсетті. Сол сәтті пайдаланып, Асхат Алиманың қолынан тас қыз ұстап жүре берді. Қыздың қарсылығына да қарамады. Енді сәл аялдамаға айырылып қалатын түрі бар. Арты келе жатқан Айдынды ысқырып қоймайды. Алима 2 ортының ортасында қалғандай артына жалтақ қарап келеді. Артына қарама, әйтпесе маған қиын болады. Айдынға қарыз едім, соны сұрап келе жатқан болар. Сені сылтауратып, тез кетіп қалайын дедім. Маған бір көмегің болсын, тез жүрші, деп Асхат Алимаға өтірік соға салды. Алима арасында солай болар деп аяғын жылдан басып келеді. Алиманың Асхаттан қалмасын түсінме әйтеуір, Айдын бұлардың артынан еруді қойды. Маңдайы шып-шып терлеген Асхат Айдыннан құтылғанына мәз, қуанбай қайтсын, өз әрең жеткенде енді болмағанда Алимасын қолынан тартып алмақшы. Екеуі Алиманың үйінің тұсына жақындай бере, Асхат жүрісін баяулатты. Алимамен сөйлесіп көрмекші. Алима, саған айтарым бар, сөзімді бөлмей тыңдаймын дейші. Асхат кеш болды ғой, үйге кіруім керек, әйтпесе атам ұрысып жүрер. Білем, бірақ мені тыңдашы, көп ұстамаймын, маған сенің жауабың маңызды. Қыз жігіттің не айтарына хабардар.
Алайда оның сезіміне немқұрайлы қарап жүр. Себебі бұл мектепте Алимаға сөз алғыштардың қатары жетерлік. Алима, сен білесің, саған деген сезім бар екен. Сені бастауыш сыныптан бері ұнатамын. Бала махаббат қой деп мән бермейін десем де жүрегім сен жаққа қарай тулап тұрады, деді Асхат, үлкен адамдарша салмақты сөйлеп. Қыз оның сөзіне тырқылдап кеп күлсін. Мен бүгін саған ұсыныс жасағым кеп тұр. Өзгенің жұбы болғаныңды көру маған өте ауыр. Сені ұнатқаным үлкен махаббатқа айналғалы біраз болды. Оны өзің де білесің. Менің сезіммен ойнамай жабағыңды берші. Осы сөздерден кейін қызды бір толқыныс пайда болды. Кеуде тұсы шымырлап арқасына дейін жетті. Сол кезде барып күлкісін түйіп, «Я, сезем бәрім. Бірақ бізден бірдеңе шығарына күмәнім бар. Сен анау Айдынға да үміт беріп жүрсің бе? Мен қызғаныштан жарылмасын десең, жолатпа қасыңа ешкімді. Маған жауабымды қазір айт, әйтпесе аулаңа түнеймін. Жауабыңды алмай қайтпаймын». Енді қыздың да амалы таусылды. Іште Асхатты ол да ұнатады. Әлі бала емес пе? Осының бәрін ол бір ойын сияқты көріп, ақыры Асхаттың мына жерден бүгін кетпейтінін түсініп, жауабын берді. «Я, Асхат, сенің жұбың боламын». Қыз аузынан естіген бұл сөз жігітті жет қат аспанның ұшар биігінде қалықтатты. Айналасы жарық нұрға бөленгендей, құдды хор қызына қолы жеткендей керемет сезімнен бастан кешті. Асхаттың жүрек соғысы бүкіл ауылға естілгендей болды. Асхат үшін ең бақытты күн осы болғандай еді. Бірақ Алимасының жауабын алып, сол қуанышын анасымен бөліспек боп үйіне қарай асықты. Мұндайда барар жерің де жеткізбей кететін бар ғой. Жүрегі алып ұшып, әндетіп барады өзі. Кенет мұның жолына қараңдаған бір топ ұшырасты. Барлап қараса, Айдын екен. Қасынан нөкерлерін шұбыртып ертіп алған екен. Сірә Асхаттың жолын тосқан болу керек. Асхат бұл жерден тез кетіп қалуды ойлап, адымын жылдамдатып еді. Ішіндегі біреу: «Ей, бауырым, үлкендерге сәлем беру дегенді білмеуші ме едің?» деді кекесін үнмен. Асхат бұлардан оңай құтылмасын білді. Кері бұрылып, бәрінің қолын алып шықты. Соңғы амандасқаны мұның қолын қаттырақ қысып жібермес пе? Осы кезде Айдын сөз бастады. Асхат, өзіңді кімін деп жүрсің? Әңгімен болса, мыналардың көлеңкесіне тығылмай оңаша сөйлесейік. Не айтпағың бар?» деді. Асхаттың іші біліп тұр. Бұлар оны оңайлықпен босата қоймайтын анық. Асхат оны оңаша алып шықты. Екеуінің әңгімесі онша жараса қоймады. Қайтып жарасын, екеуі де Алимаға қол жеткізуді ойлап жүр емес пе? Айдын бұл мектепте өткен жылдың күзінде келген. Анда-санда болатын мектепшілік жиындарда Алиманы көріп қалып, дос болғысы кеп жүретін. Алима да бұған жымыңдап бір-екі рет бірге қайтқаны тағы бар. Соған өзінше Алиманы емденіп алған сыңайлы. «Саған ескерту беруге келдім, біліп қой. Алимадан аулақ жүр, ол менің қызым. Біраз болды жүріп жүргенімізге», деді Айдын қаттырақ үнмен. «Қойшы, солай ма, қашаннан бері? Мен емес, сен есіңде сақта, ол мендік. Сенбесең жүр, өзінен сұраймыз. Жаңа ғана маған келісімін берді». Осыдан кейін Асхаттың құлақ тұсы шың ете қалды. Айдын оны бар күшімен құлақ шекеден салып қалды. Көзі аларып, Асхаттың сөзіне шыдай алмай қол жұмсап үлгерді. Асхат қарап қала ма? Ол да оған жауап қайтарды. Айдынның бүйірінен бір тепті. Екеуі әлгі жерде төбелесе кетті. Бір кезде Айдынның нөкерлері келіп, бәр жабылып Асхатты тепкінің астынан салды. Бір кезде «Еміс, тоқтатыңдар оңбағандар, сонша жабылған несі?» деген үлкен кісінің даусы естілді. Ары қарай не болған беймәлім. Көзін ашса бір бөлмеде жатыр. Басы солқылдап көтертпейді. Қараса таң атып кетіпті. Терезеден түскен күн сәулесі бетін төсіп, еріксіз оятып жіберген сияқты. Басын көтермеген күйі тыңдаған, көз қырын салып еді. Анадайдан қараңдап, әлденеге шоқшиып отырған біреуді көрді. Алыста отырған соң тани алмай жатыр. Сәлден кейін барып шырамытты. Бір кездері аулақ сақалдары Құралбек пен Меруерттің шаңырағында қонақ болып еді. Солардың ішінде осы Атай да болған. Асхаттың арқасынан қағып, талабың таудай болсын деп батасын да берген. Аты есінде қалмапты. Асхаттың оянғанын күтіп тұр отыр екен. Мұның қимылдағанын көріп осылай қарай беттеді. «Батырым, ояндың ба, қалай?» деп мұның жастығын түзеді. Басын сүймелдеп ұстап айран ішкізді.
Балам, түнделетіп қайдан келесің? Әке шешең іздемей ме, деді атай. Әлгі жүгірмектермен нені бөлісе алмадың? Әй, тентектерім ай, оларға соншалықты не істеп қойдың екен, ә? Атау, жеңіс бәрібір мен жақта, деді Асқат, Алиманың жауын еске түсіріп. Өзі масаттанып күліп қояды. Атай да бұғын қарап жымейді. Солай де, жеңсең бопты онда. Батырым, сен жата тұр, мен малды өріске айдап келейін. Сосын екеуміз жақсылап шай ішеміз деп атай бөкшеңдеп далаға беттеді. Атау, маған кету керек, деп айтып өлмерген Асқат басын көтеріп қайтадан жатты. Бәукен атайдың ұлы мен келіні қалада тұрады. Атайдың кемпірі қайтқан соң алып кетеміз деген баласына. Тар қапас қаланың үйінде тұра алмаймын. Маған осы кең далам жақсы деп бармай қойған. Содан бері жалғыз тұрады. Қолына ермек үшін бір-екі бас сиыр ұстайды. Соларға қарайды. Кішкентай ғана бақшасы және бар. Ауласы тап-тұйнақтай. Мына атайдың жалғыз тұрады дегенге ешкім сенбес. Жасы 70-ке келсе де қимыл ширақ. Сиырды да сауа біледі. Бірақ көрші үйде жас отбасы шеттей бала шағасымен көшіп келгелі сол үйдегі келінге сиыр сауды тапсырған. Маған анда-санда айран сүтімді дайындап берсең болды. Қалғанын мына қара домалақтар ішсін. Өзің сауып ала бер деп қойған. Атай шығып кеткен соң Асқат өзі жоқта үйіне қайтып кетуді ойлады. Бірақ мына түрін анасы көрсе шошып қалар деп қайтуға асықпады. Бір жағынан атайға алғыс айтпай қалай кетіп қалады. Жарайды, жата тұрайын. Алима не істеп жатыр екен? Ол менің мына түрімді көрмеу керек деп төбеге қарап ойланып жатып көз ілініп кетіпті. Атасының үйіне қонған болар деп мұны үй ішіндегілер де іздей қоймаған. Демалыста ата-апасына барғаны жақсы болды деп те қояды. Атай келген соң Асқаттың ұйқысын бұзбайын деп ауызғы бөлмеде шайын қойып қыбырлап жүре берді. Бұл кезде Асқат оянды. Жата беруге ұялып төсегін жинап жуыныға кетті. Көзі ісіп, кейбір жерлерінде көгерген із қалыпты. Оны жуынып тұрғанда байқады. Батырым, кел шайға. Өзіңнің сау жерің қалмапты ғой. Бір жеріңді майып қалмаған ма тәуба. Ер шекіспей, бекіспейді деген бар. Бұдан кейін тату болыңдар шырағым. Бір ауылдың балаларсыңдар ғой, ұят болады, деп атай шай үстінде ақылын айтып отырды. Атайға үй шаруасына көмектесіп, ауласы мен қорасын тазалап берген Асқат алғысын жаудырып атайдың батасын алып үйіне қарай беттеді. О, қасқа, мына түрің не балам-ау деген Меруерттің даусы Құралбекті де селк еткізді. Қасқыр талағандай кім істеді мұны? Қайда жүрсің осы уақытқа дейін? Атаңның үйінде болдың ба? Деп Құралбек пен Меруерт Асқатты орта қалды. Футбол ойнадық кеше, құлап қалдым деп оңай құтылды. Құлаған емес, ұрған ғой сені, құлыным. Кімнің дәті бар? Көрсетем оларға, деп анасы өре төрегілеп келе жатыр еді әкесі. Анасы сабыр ете ғой. Құлап қалдым деді ғой, ештеңе етпес. Еш жері сынған жоқ деп сабырға шақырды. Сол күндерден кейін Асқат пен Алиманың жұбы жазылған жоқ. Алима Асқатты таңдағанына Айдынның зығырдана қайнап біразға дейін толап жүрді. Тағы да барып Асқаттың мұрнын бұзғанмен мәселе шешілмесін анық. Алимамен жолығудың ретін таппай жүргені біраз болды. Өйткені Алима Асқаттың ұсынысын қабыл алғалы олардың жұптары жазылған жоқ. Қоғамдық жұмыстарға бірге қатысып, ауданға дипломға да, олимпиадаға да бірге барып жүрді. Осының бәрін көру Айдынның ызасына тие бастады. Асқатқа ерегескесінде Алиманы одан тартып аламын деп ойлады. Қалай болса да жүрегін жаулаймын деп қыздың көзіне түсу үшін тырыштанып жүр. Бір күні Алима сабақтан сұранып ерте қайтқан болатын. Оның мектептен шығып бара жатқан көрген Айдын терезеден байқап қалды. Ал тыпыршып бір орнында отыра алсаңшы. Мұндайда қоңыраудың да соғылмай қоятыны бар. Айдын бұл мүмкіндікті жіберіп алғысы келмей отыр. Өйткені дәл осылай сәті түсе бермейді. Алиманың өзімен бетпе-бет сөйлесіп қалуды ойлап, нағыз сәті бүгін түсіп тұр деп ойланды. Басқаша күні сабақтан кейін Асқат Алиманы үйіне дейін шығарып салып, содан кейін ғана өзі қайтады. Оның маңына жан жуытпайды. Бүгін Алиманы жібергенім мұғалім Асқатты сабақтан босатпай қойды. Қоңырау соғыла салысымен Айдын көсемкесін ала жүгірді. Алиманы қуып жетуді ойлап, ентелеп келеді. Екі өкпесін қолына алып жетті әйтеуір. Алима тоқташы деп, деді ентігін бас алмаған күйі. Айдын, сен мұнда не қылып жүрсің? Сабақ жоқ па не? Деп Алима жан жағына ұрлана қарады. Онысы біреу көріп қалмас екен деген ғой. Алима, саған бір сұрағым бар.
тек шыныңды айтшы, анау Асхатты жақсы көресің бе? Әлде маған қырсығып, онда шаруаң қанша? Деп тәмпіш мұрын шүйіре қалды. Мазамды алмай жөніңе жүргенің жөн болар. Мен сені жігіт деп жүрсем, ана жолы Асхатқа жабылғандарың, қайсасқандарың, жалғыз шығуға әлің жетпеді ме? Не? Деп қыз Айдынды одан сайын ұялтты. Қыздан тұшымды жауап ала алмаған Айдын салы суға кетіп мектепке оралды. Сол күннен кейін ол Асхат пен Алима жүрген жерде бой көрсетпейтін болды. Сабақ аяқталар уақыт жақындағанда Асхаттың қабағы салыңқы бола бастады. Себебі Алима 9-да аяқтап қалаға оқуға тапсырмақшы. Ал Асхаттың қалауы мүлде бөлек. Ол әнші болғысы келеді. Алимады да өзі оқитын қалаға ала кеткісі келеді. Бірақ мына жаңалық оның төбесіне жай түсіргендей болды. Көңілі құлазыған күйі үйге келіп, солқ түсіп жатып алды. Құдды осымен енді Алимасын қайта көрмейтіндей. Баласының жан жай күйі болмай тұрғанын түсінген Меруерт, балам, бір жерің ауырып тұрма, сабағың қалай деп көңілін алағысы келді. Бәрі жақсы, мам. Жақсы екені көрініп ақ тұр. Әлде біреумен шексіп қалдың ба? Жоға, ұйқым кеп тұр деп сөзден қашқақтады. Меруерт одан әрі баласын қинай қоймады. Қаласа өзі айта жатар деп қойды. Асхатқа ас суда батпай түнімен дөңбекшіп ұйықтай алмай қойды. Алиманың бұл шешіміне көнгісі келмеді. Жата жауыр болған соң орнынан тұрып далаға шықты. Таң біліне бастағанда жуынып киініп мектепке беттеді. Алиманы райынан қайтарып көрмекші. Тәмпіш мұрын оның сөзін құлаққа дәлмеді. Соңғы қоңырау болып, демалыс басталғанда Алима қалаға кетті. Асхаттың салы суға кетіп ауылда қалды. Жүрегін өзімен бірге ала кеткендей болып томсырайып жүр. Біразға дейін томаға тұйып қалпынан шалмады. Анасы ұлының бұл күйіне қарап уайымдай бастады. Өмірде онда да маңызды дүниелер бар емес пе? Неге сонша қамғасың, ұлым? Онан да өзіңе жақсы бір ермек тап, тіпті болмаса барда әкеңе жәрдемдес. Тауыпсың қамғатын дүниені. О несі? Деп жеке сөйледі. Бір жағы баласын осы тұңғиықтан шықсын деп қаттырақ айтты. Анасының сөзі әсер етті ме, әлде бойы үйренісе бастады ма? Баяғыдай өзіне келе бастаған Асхат Алимаға арнап күнделік жаза бастады. Бар сырын сол күнделікке ақтарады да бір жеңілдеп қалатындай. Асхаттың жабырқаулы күйі достарын бейжай қалдырмады. Алиманы райынан қайтарам келсе де, ол оңайға соқпады. Алима оқуға түсе алмапты. Бірақ сонда да ауылға келмейдім дейді. Павлодаршын ағашы әпкесінің қолында тұрып, 10-шыны сол жақтан оқиды. Анасы солай шешіпті. Нағашысы үйінде жалғыз болған соң қасына Алиманы алдыртыпты. Оны Асхат Алиманың інісінен сұрап білді. Алиманың келмесін білген соң Асхат түбі бір жолғармыз, бәрібір тауып аламын деп қойды. Осылай күндер зымырап өте берді. 11-ші аяқ басқалы Асхат тек сабақ, емтихан деп тынымсыз дайындықты бастап кетті. Алима кеткелі оның бар ермегі домбыра үйрену болған. Осы уақыт ішінде оны бір сәтке дейін есінен де шығарған жоқ. Керісінше оған деген сезімі күшеймесе азаймады. Оқуға дайындалуға мықтап кіріскен Асхаттың ешқандай мой бұруға шамасы жоқ. Сабақтан шыға сала үйіне қарай асыққан Асхаттың көңілі алабұртып келеді. Жүрегі бір жаңалықтың боларына хабар беретіндей тулайды. Үйге кіре сала жеңіл-желпі киініп, спорттан болатын жарысқа дайындыққа жиналды. Жеңгесі алдынан шығып қалып, төре жігіт, саған ұнайтын жаңалығым бар. Айтсам шоколад әп бересің бе? Ой жеңеше, ол не жаңалық? Шынымен мен қуана алатын жаңалық па? Әлде көкем көлік алайын деп жатыр ма деп құланды. Қойшы сенде, көлік алса ғана қуанасың ба? Сонымен айтайын ба? Шоколад керек болса айтыңыз, қуанып көрейін сіздің көңіліңіз үшін деп жымиды. Сенің классындағы Алиманы көрдім, деуім мұң екен. Жеңеше рас па, қашан? Қайдан көрдіңіз? Мен алдап тұрған жоқсыз ба деп аптығып қуанышы жүрегіне сыймай тулап кетті. Тоқташы төре жігіт, айтайын да енді. Сонша туладың ғой, шынымен ұнатасың ба ол қызды? Ұнатқанда қандай, жүрегім оның атын естісе тулап, еркіме бағынбай кетеді. Бастауышта оқып жүргенде ол жоқ болса сабаққа да барғым келмейтін. Өсе келе оны көрмесем тұра алмайтын жағдайға жеттім жеңге. Осыны сізге ғана ашылып айтып отырмын. Ол кетем дегенде өмір тоқтап қалатындай көрінген. Шыныңызды айтыңызшы, ол келді ме? Әлде біреуді ұқсаттыңыз ба? Төреш-ау, мені адам танымайды дейсің бе?
Бөлменің қабырғасы толы сол қыздың суреті ғой. Қалай танымайым? Дәл соның өзі. Жаңа 11-дің автобусынан түсті. Анасы мен әкесі өзі күтіп алды. Үлкен сөмкесін сүйретіп, үй жағына кетті. Асхат қуанғаннан ас жүштен ұмытып кетіпті. Мектепке қарай жүгірді. Спорт залда дайындықта жүрсе де жүрегі алып ұшып Алимаға қарай тартып тұрды. Бүгін жетіп барған ыңғайсыз болар деп ертеңгі күнді күтті. Мұндайды кеш батып, таңда тез ата қоймайды ғой. Түнімен киімін үтіктеп, әншейінде кимейтін пиджагын дайындап қойды. Ақ таңды көзімен атырған Асхат мектепке ертемен келіп еді. Бар ой Алиманың көзіне түсу. Арада біраз уақыт өтсе де, оны ұмытпақ түгілі 1 минутқа да есіне шығарған жоқ. Мұндайда уақытта өтіп болмайды. Неге екен белгісіз, ол Алиманы мектепке келер деп күтті. Әлде сезді ме? Ол жай ғана ата-анасына келіп, қайта кетуі де мүмкін ғой. Егер солай болған жағдайда, сабақтар соң үй жағына барам деп ұйғарды. Сабақ басталып кетсе де, екі көзі терезеде. Бар ой Алиманы отырған Асхат екі мұғалімнен ескерту алып көрді. Масатов, неменеге терезеге теміріп қалғансың? Қане тұр, сабақ айт деген мұғалімнің сұрағына қапелемді не айтарын білмей аңырып тұрып қалды. Одан арғысы белгілі. Ағайы тақтаға шығарып сабақ сұрап, білмеген сұрақтары үшін ескерту жасап, тағы басқа тапсырмаларын үйіп төгіп береді. Ағай, оның мазасын бүгінше алмайық. Ол сүйіктісін күткен жаралы аққу ғой, деп Мұрат сияқтылар кекесін үнмен әр жерден айтып қалып жатты. Іште оларға ашу келсе де, сабырлы қалыпта отыра берді. Сыныптан шыққан сол еді, дәлізден таныс сұлба көрінді. Анықтап қараса Алима екен. Жүрегі тулап қоя берді. Жүгіріп барып құшақтап көтеріп алғысы келді. Айнадағылардан ыңғайсызданып, олай жасамады. Бірақ солай қарай адымдап бара жатқан өзі де байқамай қалды. Алима да бұған қарап күлімдеп келеді екен. Сабақтан соң екеуі әдеттегідей бірге қайтып оңашада ұзақ сөйлесті. Алиманың қайта оралған Асхаттың көңілін бір серпілтіп тастады. Қуанышы қойнына сыймаған күйі әндетіп ысқырып, осы қуанышымен бөлісу үшін анасына қарай асықты. Анасы баласының қуанышты жүзін көріп марқайып қалды. Арасында ақылын да айтып, басы емтиханға дайындалу екендігінде меңзеді. Уақыт шіркін зымырайды ғой. Соңғы қоңырау. Емтихан тапсыратын күн, түлектер жиналып, арайлы таңды бірге қарсы алу. Осының бәрінде Асхат Алиманың қасынан табылып жүрді. Бірақ жұп емес, жайт сыныптас ретінде бірге жүр. Алиманың өтініші бойынша екеуі жай ғана дос болуды ұйғарған. Сөйтіп жүргенде барлығының әр тарапқа арман қуып аттанар шақтары да келді. Асхаттың бар ойы Алимаға тағы да ұсыныс жасау. Егер ұсынысын қабыл алса, Алима қай қалаға барса, ол да сол қалаға оқуға түспекші. Асхат соның бәрі мектеппен қоштасу кеші болатын күнге жоспарлады. Сол күнге әбден дайындалып, барлығының көзінше ұсыныс жасаймын деп шешті. Оны достары да құптай кетті. Сонымен кеш ойдағыдай өтіп, соңынан қойылған би кеште басталды. Асхаттың жоспары бойынша кішкентай шамдардан жүрек жасалып, ортасына Алиманы шақырып, сол жерде ұсыныс жаса. Жүрегі дүрсілдеп, маңдайы шып-шып, тершіп қобалжып жүр. Алиманың жауабы я боларына да сенімді. Өйткені ол қаладан келгелі дос болса да жұптары жазылмаған еді. Жарық түгелдей сөндірілді. Қыздар жағы шаңғырып, қорқамыз, жағыңдаршы светті деп шуласа, олдар бір ауыздан келіскендей шамдарды жүрек пішінге келтіріп қойып, шетінен жағап бастады. Сол сәтте ортаға Асхат шығып, Алиманың ортаға келуін өтінді. Мұндайды күтпеген Алима далаға тұра безуді ойлады. Қаумалаған топтың арасынан шығып кету мүмкін болмады. Беті лаулаулап, ортаға шығуға мәжбүр болды. Өйткені Алиманың жоспары мүлдем бөлек еді. Қыздардың бәрі Алиманың орнында болғысы кеп, іштей қызғана да қарап тұр. Мұндай құрмет бұл мектептің тарихында Алимаға ғана жасалған шығар. Асхат толқып тұрып, қанша күн дайындаған сөздерін айтып Алиманы ортаға алып шықты. Достарым, жақындарым, мен бұл қызды қалай сүйетімді бәріңді білесің. Сонау бүлдіршін кезімізден осы қыз менің бір бөлшегім сияқты болып кетті. Оны Алиманың өзі де біледі. Бүгін міне 11 жыл оқыған алтын ұямыздан түлеп ұшып, үлкен өмірге қадам басқалы отырмыз. Сол үлкен өмірді Алима өзіңмен бірге бастағым келіп тұр. Сенсіз менің таң арайлап айтқан емес, жарқын болашаққа жұп болып аттансақ деймін.
Менің қызым боласың ба деп Асхат даусында дірілдеп әйтеуір болса да жүректен шыққан сезім білдірді. Залдағыларының бәрі демін ішке тартып Алиманың жауабын күтуде. Асхат үшін сол бірер минут жылға жуықтағандай тағатсызданып тұр. Алиманың жауабы оларында тағдырын шешетінде бәрі қобалжулы күйде. Алима болса түрі бозарып, не барын не жоғын айтпай сілейіп ұзақ тұрды. Ол үндемеген сайын Асхаттың мазасы кетті. Не дейсің, Алимаш? Қайда жүрсек те бірге қол ұстасып жүргім келеді деп Асхат сөз аяқтағанша Алима: жоқ, Асхат, жоқ, менің жауабым жоқ. Сенің қызың да жұбың да бола алмаймын деп бетін басып залдан жүгіре шығып кетті. Артынан бір-екі қыз қоса шықты. Асхат үшін осы бір сәт уақыт тоқтап қалғандай көрінді. Достары Асхаттың көңілін ауламақ болып еді, одан түк шықпады. Асхаттың түнерген қабағы қасындағыларды да бейжай қалдырмады. Олардың да ұн жырғасы түсіп, бағанағы көңілді күйлері су сепкендей басылды. Асхатта үн жоқ, іштей күйзеліп, сағы сынып отыр. Ешкімнің сөзі оған әсер етпейтін сияқты. Бір кезде барып орнынан тұрған ол галстугын босатып, пиджагын шешіп, сыртқа беттеді. Осы кезде досы Хамит: бауырым, түсінемін сені, бірақ бір қызын үшін сонша басыңды салбыратқан жарамас. Жігіт емессің бе? Дей беріп еді. Өзі де жорға шыдап отырған Асхат: Хамит, ештеңе айтпа, мүлдем ештеңе. Қазір мені жалғыз қалдырыңдаршы, сабама түсіп алайын. Әйтпесе, деді тістеніп. Асхат Алиманың бұл қылығын түсіне алмады. Түсінгісі де келмеді. Ол еш құрсы болмайды деп ойлап еді. Өйткені екеуі бір сөйлескенінде бәрі ойдағыдай болған. Алиманың ойын өзгертуге не себеп болды? Бірақ бұл сұрақ мазалай берді. Бізде бәрі жақсы еді ғой деп ішінен қайталай берді. Асхат достарымен бас қосатын жиындарға бармағанына біраз болды. Мектеппен қоштасқан түлектер арман қуып жан-жаққа аттанып жатты. Қыздан беті қайтқан Асхат Алима жүретін ортаға қайтып қосылмады. Арада күндер өтіп, оның да арманын аттанар шағы болды. Ауылда бірен сараны ғана қалып, оқуға құжат тапсыру үшін әркім өз басымен әуре болып жатты. Асхаттың ендігі ойы тек құлазыған көңілімен еңсесін биік ұстап алға ұмтылу. Қанша жерден іштей күйзелсе де, қыз баласынан көңілі қалғанын сырт көзге көрсетпеу үшін сырты бүтін, іші түтіннің күйін кешуде. Арманын арғалаған Асхат алып қалаға бет алды. Үлкен әпкесі Айжан оны құжат тапсыруға өзімен бірге алып кетті. Оқу орнына құжатын тапсырып, енді нәтижесін күту қалды. Күзге дейін ауылға барып келуді ойлады. Бірақ ауылдағы соңғы жайттан кейін аяғы ол жаққа тартпады. Қанша жерден ұмытқысы келсе де, жалғыз қалған кей сәттерде Алимасы көз алдын кетер емес. Алиманың сол күнгі жауабы оның әлі де болса жабырқатып көңіліне селкеу түсіре береді. Қайтсын енді? 11 жыл бойы жанына жақын тартқан жан бір сәтте жат адамға айналғанына жаны бататындай ақ. Қол ұстасып өмір бойы бір болармыз деп армандап еді. Әттең, неге бәрі бұлай болды? Неге менің ойымдағыдай болмайды? Терең ойға шомып үнсіз қалу Асхат үшін қалыпты жағдай айналғалы қашан. Қол ұстасқан жастарда көрсе одан әрі құзылып, құдды тұңғиық ойға батып кетердей зорға жүр. Қаланың қызықтарының өзі оның ойын бөліп, көңілін аулай алмай тұр. Бірақ сырт көзге білдіргісі келмейді. Жақындарында уайымға салғысы келмейді. Еңсесін көтеріп бағуда. Оқуға түсіп кетсем екен деп күндіз түні іштей дұға тілеп жүр. Ендігі мақсаты қаладан маман иесі болып, биіктерді бағындыру. Өзін осылай қамшыламаса, алай-дүлей болған жүрегі өртенудің азақ алдында жүр. Қалаған оқуына еш кедергісіз қабылданғаны Асхаттың көңілін біраз көтеріп тастады. Қуаныштан төбесі көкке жетіп, анасына хабарласты. Баласына батасын берген Меруерт: жан балам, қайда жүрсең де жолың ашық болсын, аман жүр құлыным. Ауылға бір келіп кетесің бе балам деп еді. Ауылдан жабырқаулы күйде қалаға аттанғаны есіне түсіп: жоқ анашым, қалаға үйренісе берейін, кейін барып қайтамын ғой деген. Анасының сөзінде бір түрлі қобалжу бар сияқты көрінді. Оқуға түскеніме қуанғаннан шығар деп Асхат аса мән бермеді. Бірақ анасы баласымен қоштасқандай тағы бірдеңе айтқысы келгендей сезілді.
Араға 3 күн салып, жайсыз хабар естеймін деген 3 ұйықтаса да түсіне кірмеген еді. Асхаттың дөңбекшіп ұйықтап алмай жүргеніне талай күн, талай түн болған. Көзі тәтті ұйқының шырмауына ілініп, ұйықтап кеткен екен. Есік жақтағы қабырғаға ілулі тұрған телефон безектеп қоя берді. Таңға жоқ ауылдан хабарласқан қоңырау үй ішіндегілерді әп-сәтте қара жамылтып кетті. Баласының тілеуін тілеп түн ұйқысын төрт білген ана жүрегі кенеттен соғын доғарыпты. Мәңгілік мекеніне аттаныпты. Асхаттың анасы көз жұмды деген хабар бүкіл қаланың ішін күңірентіп жібергендей күнде бұлттана қалыпты. Жаңбыр сіркіреп анасынан айырылған баланың көз жасымен бірге төгіліп тоқтар емес. Анашым-ай, менің қуанышымды көрем дегенің қайда? Қайда асықтың-ақ, жаулықтанам-ау, деп Асхат жол бойы ішінен мүжіліп бара жатыр. Ауылға апарар жолда ұзарып кеткендей жеткізер емес. Көлік ішіндегілердің қайғысымен бөліскендей күнде түнере түніп тұр. Қалада қалам дегенде анасы бірдеңе айтқысы келгендей болып еді ғой. Бұл неге сонда қайта қоңырау шалмады екен деп егілді. Анасын айырылып қаларын білгенде сол күнгі уайымын ысырып тастап анасына қарай ұшар еді ғой. Көмейіне тығылған өксік құдды тас кесектей кептеліп қалғандай. Ауылға кеш құрым жеткен олар көлік тоқтамасын үйге қарай жүгірді. Азан-қазан болған үй ішіндегілер жылап көрісіп жатыр. Асхат анасы жатқан бөлмеге беттеп, анашымды көрсетіңдер. Ашыңдаршы көрейін. Маңдайымнан сүйші едің ғой, мен келгенде анашым тұршы. Мен келдім, мамау. Мен әлі оқу бітірмедім ғой, неге ерте кеттің деп біразға дейін басылмай іштегі өксікті шығарғандай болды. Үлкендер жағы басу айтып Асхатты сабырға шақырды. Қайтсын енді, сөткен жесі ғой. Бәрін аяқтандырды. Осы баланың қызығын көру маңдайына жазылмапты өмір-ай. Келте ғой, келте деп күңкілдескен кемпірлер Асхаттың жайын түсінгендей. Балам-ай, жігітсің ғой, анаңа қиын болады. Таусылма. Тірі адам тіршілігін жасайды. Тағдырдың ісіне шара бар ма? Ертеме кешпе бәріміздің кететін жағымыз ғой. Қайтайық енді деген туыстар Асхаттың құлағына алыстан естіліп жатты. Жаназа шығарған күннен бері үнсіз, томаға тұйық, ешкіммен тіс жарып тілдескісі келмейді. Сұрасаң қысқа ғана жауап аласың. Кейде ол да жоқ. Сүлесоқ қалпы жүре бергені жақындарын да елең еткізбей қоймады. Әкесінің балам, өмір деген осындай, біреу келеді, енді біреулер кетеді. Базардан қайтар шағымыз ғой, қайтеміз. Мамаңды арамыздан ерте алып кетті, бір сәтте демі таусылды. Үйіміздің берекесі мен жылуын өзімен ала кетті ғой алтыным деген үні бір түрі дірілдеп естілді. Әкесінің де шарасыз күйде екенін көрген Асхат одан сайын мүжілді. Үйдің іші түнеріп, шынымен де көрер көзге сұрықсыз еді. Көңіл айтып келгендердің ішінде бірен сабағы уақыт жақындады. Қалаға барғым келмейді, әкемнің жанында қалам, деді Асхат. Оны естіген әкесі: мұның не балам? Оқуға бармағанға қалай? Ауылда ағаң мен жеңгең бар. Мен несіне уайымдайсың? Балам, мұның жарамас. Анаң да сенің өз арманыңа жетуіңе тілекші болып кетті емес пе? Арманыңа қол соз, балам. Мені де сары уайымға сала берме. Бұлт артынан күн шығар деген бар. Осылай болып қалмаспыз. Біздің де төбемізден күн шығар. Мамаңның орны бөлек, бірақ маңдайға жазған осы болса қайтеміз. Шаңырағымызда ендігі әрі қайғы болмасын. Балам, батамды берейін, жолыңнан қалма деп, әкесі баласының оқуына шығарып салды. Асхаттың көңілі алай-дүлей, ештеңеге зауқы жоқ. Жүрген бір зомби дерсің. Құр сүлдерін сүйретіп сабағына барып келіп жүр. Асхаттың жанарында жанып тұрған оттың да таба да қалмағандай. Анасының қазасынан кейін еш алмай жүріп, жатақханадан орындал алмады. Жалдаған пәтері қаланың бір басында, оқуы тағы бір шетінде. Оқуға қатынауы аздап қиынға соғып жүреді. Мұны Асхаттың кураторы байқап жүрді. Өңі құп-қу болған бұл жігіттің жайы жетекші апайдың назарын өзіне аудартпай қоймады. Сабақтан соң студенттер сыртқа ағыла бастағанда ол Асхатқа: сен сәл бөгіле тұршы, тапсырмам бар еді, деп тоқтатып алды. Апай не тапсырар екен деп ойланып тұрғанда Асхат: отырып сөйлесек қайтеді енді, деді. Е, апай, не тапсырма екен? Орындауға тырысам. Асхат, балам, деп даусын жіңірткен сөйлеген Мақпал апай дауысы Асхаттың жанына майдай жақты. Анасынан өзге ешкім бұған бұлай жылы сөйлемеген екен. Қиын сәттерді басыңнан өткеріп жүргенді білемін. Анадан айырылу оңай емес.
Оның үстіне жатақханадан орында бұйырмапты. Саған ұсынысым болып тұр. Осы жақын жерде менің бір бөлмелі пәтерім бар. Сол жерге тұруға қалай қарайсың? Жоқ апай, ол не дегеніңіз? Тұратын жерім бар. Маған алаңдамаңыз, деп Асхат қапелімде не айтарын білмей сасқалақтап қалды. Дереу аудиториядан шығып кетпек болды. Мені дұрыс түсінбедің. Ол жерге ақша төлемей тегін тұра бер деймін. Тек топырлатып балалар әкелмесең болды. Оның үстіне арасында маған көмектесіп тұрсаң деп едім. Сен компьютер тілін жақсы меңгерген деп естігем. Қаланың арғы басынан қатынап оқитын Асхатқа тапсырмас мүмкіндік болды. Бер ойланып апайының ұсынысын қабыл алды. Сол күні ақ сөмкесін арқалап көшіп келді. Апайдың 2-ші курс оқитын інісі де сол үйде тұрады екен. Бір жағынан сол інісіне серік болсын деген шығар. Асхат өзіне қолайлы жерге орналасқан соң бар ынта жігерін оқуға салды. Стипендияның дәмін татқан соң одан айырылып қалмауды ойлады. Сабақтан тыс уақытта апайына қағаз жазуға көмектесіп, студенттер арасында беделі де өсіп кетті. Мақпал апай оған анасындай қамқор боп, кейде тамағына дейін дайындап қоятын болды. Мақпалдың өзі алып қалаға келгендегі көрген қиыншылықтары аз болған жоқ. Сонан да болар осылай жыл сайын ең болмаса бір студентке көмек қолын созып тұруды әдетке айналдырған. Асхатқа да жанашыр болуының сыры осы. Анасы қайтыпты дегенді естіген анасы да сәттен Асхатқа қол ұшын созуды жөн көрді. Оның үстіне тәртібі, оқуға деген ынтасы да жақсы. Неге көмектеспеске деп ойлады. Сөйтіп Асхаттың қайғысына аз да болса сейілгендей болды. Асхат апайының да әкесінің де үміт сенімін ақтап, үлгілі студент болды. Универдегі еш мереке Асхаттың қатысуынсыз өтпейтін болды. Ұйымдастырылған кез келген шараның басы қасында осы Асхат. Мақпал апайының ықпалы болды ма, әлде Асхаттың шынымен тасы өрге домалады ма? Бәлкім түн артынан күн шығар себеп пе? Асхат оқуды жоғары жетістікке жетіп, қайысте болмасын жолы болғыш болып алды. Жұрт мақтаған жігітті қыз жақтаған демекші, көңілі түскен қызда табыла кетті. Өзінен бір курс төмен оқыған Айдана есімді аруға сөз салды. Айдана мен Асхаттың жолы жазылмаған күйі оқуларын аяқтап, Асхат жақсы қызметке орналасты. Шын махаббаттың бал шырын Айданадан сезген Асхат Алиманы жүрегінен де санасынан өшірді. Айдана дипломын алған соң Асхат шаңырақ көтеріп дүркіретіп тойын жасады. Тойда әкесінің жанында анасының орны ойсырап тұрды. Соны ойлап көзіне жас келіп, анасын сағынышпен еске алған Асхаттың жүрегі шымырлап тұрды. 2 жасқа ақ батасын берген әкесі балаларының маңдайынан сүйді. Тойын туған ауылында жасаған Асхат көп ұзамай қаладағы жұмысына оралды. Айдана да үйге қарап жатпай, мамандығына сай жұмысқа шықты. Араға жыл салып үйден Сәбидің ыңғайлаған үні де естілді. Сәбиін бесікке бөліп отырған Айдана Асхаттың есіне өз анасы Меруертті түсіргендей болды. Қасына ақырын келіп орамалын түріп Айдананың маңдайынан сүйіп тұрып, сендер менің баға жетпес байлығым деді. Кеудесін керемет сезім билеп, өзін шын бақытты сезінді. Асхат пен Айдана бұл күнде 5 баланы дүниеге келген үлгілі отбасы. Айдана жеке кәсібін дөңгелетіп, Асхаттың бабын тауып отырған жайы бар. Алима сол кеткелі хабар ошарсыз. Оның қайда екен сұрастырып іздеген де адам жоқ. Себебі ол оның өзі қалауы. Бұл күнде Асхаттан бақытты жан жоқ. Алиманы ойлап көз ілмеген түндер мен күлкісіз күндер бүгінде ұмыт болған. Тіпті болмағандай. Әңгіменің соңы.